то просто өзіңе сенімді бол и все. Я банах Гүлнұрның болды қоя ғой. Дай договорю. Я у тебя не спрашиваю. Успокойся, пожалуйста. Вообще қызық емес. Все, баласақ бір емес екі жігітпен. Жансая. Не болды? Неге сонша ашуыңыз? Жоқ, маңдан бері баласақан тоже уже бір обида ұстап қалды, айта береді бір. Енді ол белгілі болсыз да әңгімесі. Бірдеңе бізге түсініксіз заты кезден бастап, бірақ енді дәл қазір ол сізге өзінің ойын айтуға міндетті. Айтыңыз, Жансая. Я қызғаныш орынсыз деп ойлаймын, себебі кеше бір емес екі жігітпен сал тамақтанып жүрді. Және ол наедине бір не думай, бір қолын ұстатып өйтіп жатқан жоқ қой, жай подружкасы екен. Гүлнұр просто соответствие все. Просто понимаешь, сен де Бүжаймен кездесіп жүрген кезде Бүжайдың інісіне флиртовать етіп жүрдің ғой, тоже әңгімесін шығарып мына жақта. Сен маған әңгіме айтпай қойшы одан кейін, пожалуйста. При чем тут ол? Причем флиртовали откровенно еще маған айтқан болсын. Онысы еще Ақерке естіген болатын. Осындай маған көз қарасы бар. Бірақ оның қызы бар, оның қозғауының қажеті жоқ. Ол жабылған тема, үйленетін жігіт. Мына жерде Алматыны жақтап өліп бара жатыр ғой. Бір нәрсе байқадым, бұлар андай реакциямен атысады екен, екеуі бір-бірімен. Алматы әлеуметтік желіде әр сторисіне реакция жібереді. Гүлнұр соған реакция тұрған не бар деймін да? Реакцияда тұрған не бар? Ладно, реакция тұрған не жоқ. Вообще айтқыздар менді, пожалуйста. Реакция мен как көдесің, что реакция деген негізі мелочь нәрсе ғой, былай қарап тұрсаң ше. Өйтіп айтуға тұрмайтын ше, ондай жоқ, мен қатты реагировать етесің ба сен? Маған неге өйтіп реагировать етпейсің? Қызық қой маған просто. Либо білмеймін, бір нейтрально қарасашы, не деп кеттің, екі сөйлеп. Баласы ханым, Оразғалидің тарапынан да, например, комментарий жазбайсың да, но бірақ басқа қыздардың постынан барлығына 4-5 рет комментарий салып қоясың да, реакция жіберіп отырасың. Сол дұрыс па сенікіне, например, кеше ғана вот, например, бір пост салған болатын, одан кейін көріп өзіңізден екен ғой, Оразғали. Жоқ, негізі майдан комментарий, реакция, ладно, мен сен салмайсың ғой, ондай көп нәрсе, содан кейін мен саған жазбаймын. Бұрынғы постарда салмасам да сен өзің, например, сен тараптан бола ма реакция жібере? Например, бір история ұнайды ма, сол историяға реакция жіберемін, если ұнап тұрса лайк басам деген сияқты әңгіме ғой. Жарайды. Баласы ханым, айта кетсек бола ма? Енді мына жерде мынандай нәрсе бар, бір берекетсіз таныс, бір Гүлнұрға ғашық емес, не Гүлнұр Оразғалиді ұнатпайды. Просто мына жердегі екі адамда бір коннект связь кішкене бар сияқты, реально бір-біріне қарай. Бірақ Оразғалидің тарапынан мен түсінбейтінім не нәрсе? Оразғали эфирдің ішінде алдыңғы жолғы әңгімеден кейін де өтіріктен ашуланған, наушнигі, өз өмірі өзінде бұл бір Гүлнұр мен Алмат екеуі көздің алдында құшақ. Сен қазір алып отырсың да өтіріктен, екеуі мысалы бүгін тамақ ішіп отыр, саған бәрібір да, ал эфирдің ішіне кірдің да, бұл жерде сен енді жаңадан қатысушы болып келгеннен кейін, может быть, осы жердегі бір достарыңнан естіп қалған шығарсың, осы жердегі бір қатысушы қызбен коммерческий пара ретінде бірдеңе ұйымдастырсай деген әңгімемен ғана, мен ойлаймын, сен Гүлнұрды таныстыққа шақырдың деп, ең басынан бастап сенің ешқандай қызығушы. Ал Гүлнұрға келетін болсақ, енді жаңағы реакцияның әңгімесі кетіп жатыр, басқа әңгіме кетіп жатыр. Мысалы, мен Саддаулет бауырымдай реакция жіберіп, или Саддаулет маған реакция жіберсе, мен мәз болып, ойбай, Саддаулет маған реакция жіберді деп айтпайды екем. Мысалы, дос болғаннан кейін да ол нәрсе. Оның әңгімелері неге бағанадан бері сұрақ қойып жатыр, оларға ұстатпайды деген әңгіме. Себебі Алматқа бір кездері сезім болғанда, и содан ақ белгілі. Енді Алматты қайтадан көргеннен кейін, конечно, ал Гүлнұр бірақ Алматқа қарай қадам жасамайды. Сондықтан бұл жерде қазір айтайын, үшеуі де просто жайдан жай отырған адамдар деп ойлаймын. Жоқ, жалпы айтып жатқандары дұрыс та орынды. Не болдым былай айтқанда? Жаман емес, мен жақсы жігіт. Мен просто білесіздер ғой, баласы болса енді жақын араласасың, реакция деген ол өзінен автоматически кетіп қалады да, бүйтіп нормально видео болса, нормально фото болса. Мен бірақ бұған дейін енді білесіздер, Мариям жақсы көрген адаммын ғой, негізі шынымен ше. Сол ғана болған шығар, атак артық қимыл болмаған. И болмайды да. Тамақ ішкеніміз. Бұл жерде менің айтқым, мен тағы бір айта кететін нәрсе, мен именно тамақ жағасын жарайды. Мен ашып айта салайын ба, мен басқа біреудің тамақ ішіп отқан дауысын құлағыммен естісем, мен тамақ ішкен мәселе жаңағы отырған шығарсыңдар деп Ақерке айтты ғой, жаңағы үшеуің де әшейін отырсыңдар деп ше. Мен былай айтайын, эфирді келмей тұрып та негізі ше, одан кейін мен бұл содан кейін келдім осылай. Гүлнұр жаңа Руна да айтып жатыр, жалпы екеуің қыз бен жігіт сияқты емессің. Қақиып отырасыздар. Не бір арасында күліп әңгіме айту. Еркелетіп отырған сіз жоқ. Одан кейін айтып ал өзімен өзі отырады дейді. Мәселе одай, мысалы кездесуге барғанда қалай болады? Гүлнұр, мен сенің тамақтанғаныңды ести алмаймын дейсіз ба? Енді адаммен сөйлесуіңіз керек, мысалы. Байланыс жоқ сияқты. Баласы ханым, негізі мен байланысқа әрқашан уақыт керек деген сияқты. Ал ашу қиындап отыр.
деген сияқты бұрын мен максимально бірақ өзім тарапынан стараюсь да вот например деген сияқты, но бірақ барлығы қыздың настроениесі да көңіл күй барлығы негізі жігіт тарапына байланысты ғой деген сияқты. бірақ бір жағынан кеше де енді оразға тосын сый сияқты етіп жасады, білмеймін, тіпті мен талқылай берсек әрі кететін сияқты, бір нәтиже шығарасыздар деп ойлаймын. Қаласа ма? Бірақ бір шешімге келіп бір байлам керек. Солай ойлаймын, сөйлесу керек деп ойлаймын. Ұйымдастырып